Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге шақпалаушымыз каналына қош келдіңіздер. Егер де каналыма абоне болсаңыздар, көптеліп комментарий жазып кетіңіздер. Шақпалауға керекті заттардың барлығын видеоның астына қалдырамын. Міндетті түрде ол қарап оқып шығыңыздар. Шақпалаудың ерекшелігі бұлда духовкаға демделеді. Соның қамырын қазір жасаймыз. Қамырына керекті заттардың барлығын видеоның астына қалдырамын. Сол жерден қарап оқып алсаңыздар болады. Бұны қазанға демдемейміз, духовкаға демдейміз. Айырмашылығы сол ғана. Қамырын өте жұмсақ қылып, әдемі қылып илеп аламыз. Палауға қалай қуырсақ, дәл солай қуырамыз. Барлық затты қуырып алып, суын құйып, күрішін салып, демдеген кезде ғана духовкаға демейміз болды. Егер де менің каналымды бірінші рет қарап жатқан болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Қамырды қатты жұқа қылып жаймаңыздар, себебі палау күйіп кетуі мүмкін. Қалыңдығын 5-6 см қылып жаямыз. Сол кезде әдемі болып шығады. Мына жерде айып етпеңіздер, менде күрішті салған жер түспей қапты. Палауда қалай күрішті саласыздар, дәл солай салып аласыздар. Демдеген кезде ғана ыдысқа салып бөлек демдейсіздер болады. Шақпалауымыз пісіп шықты. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Комментарийларыңызды мен міндетті түрде оқып шығамын. Видеоны соңына шейін қарағандарыңызға рахмет баршаңызға. Сіздермен бірге болған Ақмарал. Баршаңызға ас болсын.